Енді неше жыл орыстың боданында да болдық. Талай алаш қайраткерлері халық жауы аталды. Тәуелсіздік алғанымызға 33 жыл болды. Бірақ сол өзге ұлттың тарапынан бізге бір айтылып қалатын кекесіндер де болды ғой. Қазақтың мемлекеті болмаған деп. Қазақ мемлекетінің тамыры қайда жатыр? Тарихшы ретінде бір тапқыр жауап айтып берсеңіз бізге. Сұрағыңыз өте орынды. Бұл енді бұны тұжырымдап тұздық қойсам, қазақ мемлекетінің тамыры қайда жатыр дейтін осы сұрақпен жалғастыруымызға болады. Бізде бұл өте маңызды, өте өзекті сұрақ бұл. Бізде қазақ хандығынан бастадық. Қазақ мемлекетінің құрылуы деп 1465 жыл деп 15 ғасыр. Оның өзінің де датасы дұрыс емес негізі. Ол енді бөлек әңгіме. Ал енді біздің мемлекетіміздің тамыры түркілік кезең деп тағы бір айтамыз. Сонау орта ғасырдағы түрік қағанаты. Ол да дұрыс емес. Біздің мемлекетіміздің тамыры сонау ежелгі кезеңде, тарихтың темір дәуірі дейді. Өзі ежелгі кезең тас дәуірі, қола дәуірі, темір дәуірі. Ортасында мыс тас дәуірі деген бар. Осындай дәуірлер бар тарихта. Ол айдан анық нәрсе. Сондықтан соның ішінде темір дәуірінде біздің сақ дейтін ата-бабаларымыз өмір сүрген. Сақтардың өзі көптеген түрлерге бөлінген, сақтардың. Міне. Ал енді қарайық. Сақтар арғаратай сол сақтардан кейін көптеген елімізде, жерімізде мекендеген тайпалары бар, бәрі бірлігіп келіп, кейін мына түркі халықтарын құрайды. Ал сонда түркілердің ата-бабалары біздің жеріміздегі, яғни олар сақтар. Ал сақтардың ата-бабалары кімдер дейтін сұрақ туады. Бұл сақтар темір дәуірінде өмір сүрген, ал қола дәуірінде сақтардың ата-бабалары бар. Олар тұрлар мен арылар деген. Бізде осы мәселе айтылмайды. Тұр тайпалары деген болған. Мысалға, ежелгі Геродоттың жазған тарихында одан бөлек ежелгі парсылар, басқалар жүйрік атты тұрлар деп атаған біздің бабаларымызды. Сонда тұр тайпалары. Ар дегеніміз ари. Сонда қазақ жерін сол кезде тұрлар мен арлар, яғни ари тайпалары мекендеген болатын. Қазақта тұрар есімді аттар бар, Артұр деген аттар бар. Осының барлығы бекер қойылмаған. Мысалға, Тұрар Рысқұлов бабамыздың есімінің өзіне қарасақ. Сондықтан сақтардың ата-бабалары кімдер дейтін сұрақта осы өте маңызды мәселе. Бізді қола дәуірінде өмір сүрген бұл тайпалар. Сонда Тұран деген сөз осыдан шығады. Тұран деген. Тұрдың ан деген сөз мекен деген мағынаны білдіреді. Бізде отан дейміз ғой. Мысалға, от жаққан жерің деген мағынаны білдірсе, тұрлардың мекені деген сөз Тұран деген. Тұран даласы деп жүргеніміз сол. Ари дегеніміз ари нәсілді деген, енді ол Қазақстанның негізгі оңтүстік жағы мен қазіргі мынау бүкіл Орта Азия дейміз, мына бер жетіндегі Өзбекстан, тұтас бар, мына жағында Тәжікстан жаққа дейінгі аймақтарда кейіннен Үндістанға өтіп кеткен бабаларымыздың бәрі сояққа дейін барған ари нәсілділер. Сол жақта кейін біздің бабаларымыздың үлкен ұлы Моғол империясы құрып жүрген Бабырдың сода тұр. Енді осымен сабақтастыра келіп, енді осы сақтардың ата-бабалары осылар десек, сақтар енді кімдердің замандастары? Сақтар кезіндегі ежелгі гректер, ежелгі египеттіктер, парсылар, македондықтар, осылардың замандастары. Сол кезде міне біздің тарихымыздың тамыры қайда жатыр? Біз осы жаққа аяқ баспаймыз, осы жағы айтылмайды бізде дейтін. Мысалға қараңыздар, ежелгі мына гректердің тарихында марафон шайқасы дейтін бар. Марафон шайқасына сақтар қатысқан. Парсылардың құрамында, парсылардың әскерінде. Сонда қарап тұрсақ, осы кезде біздің мемлекетіміз болған. Бұны Скиф патшалығы деп атаған. Мінекей, қараңыздар, ежелгі кезде. Ал енді бұған дәлелді қайдан табамыз? Бұған сол кезде, сол заманда өмір сүрген тарихтың атасы, кәдімгі Геродот, атақты Геродоттың тарих дейтін кітабы бар. Сол Геродоттың кезінде жасаған картасы бар. Бірақ осы карта көп уақытқа дейін көп беймәлім болып айтылмай келді. Мәліметті көрсетіп кетейін. Міне мен осы қолымда осы картаны мен алып келіп отырмын. Мынау Геродоттың картасы. Мынау латын тілінде жазылған ежелгі карта.
Геродот жасаған карта. Понтевикус дейтін мынау Қара теңіз. Енді осының жоғары жағында, мына жағында міне Скиф патшалығы сарматтар деп көрсетілген. Қарап тұрса. Бұдан біз нені байқаймыз, нені білуімізге болады? Бұл деген біздің тамырымыздың тереңде жатқандығын, тарихымыздың тамыры тереңде жатқандығын, біздің мемлекетіміздің сонау кезден-ақ қалыптасқандығын, және біздің ата-бабаларымыздың жау жүрек, кәдімгі өркениетті сол кезде өзіне сай, дала көшпенділер болса да, өзіне сай өркениеті болғанын білдіреді. Мысалға, сақтардағы алтын киімді адамның өзіне қарайықшы, мысалға. Сол жерде киімінің өзін қараңыздар, алтыннан. Ол мәдениет емес па? Ол өркениет емес па? Қарап тұрсаңыздар мінекей. Әлемде дүр сілкіндіріп кезінде жаулап алған Парсы империясы бар. Парсылардың атақты Кир бастап, Кир құрып бірінші, одан кейін оның ұрпақтары, одан кейін Дарий, бірінші Дарий деп жаңағы айтылады. Міне осы Парсы. Парсылар деген қарап тұрса, сонау қазіргі Орта Азияға дейінгі бүкіл аймақтардың барлығын жаулап алған сол кездегі үлкен әлемдік держава болған ең бірінші. Сол парсылар кімнен таяқ жеді? Кімнен жеңілді? Осы сақтардан, біздің ата-бабаларымыздан жеңілген болатын. Танайс дейтін қала бар. Осы Танайс осы картада көрсетілген. Ол Танайс жаңағы біздің жоғарғы Қара теңіздің жоғары жағынан шектесетін. Сонда мына Қырым жақ, бүкіл ненің барлығы кезінде осы скифтердің мекендеген, біздің бабаларымыздың мекендеген жер екендігін көрсетеді.